аз отырдық, көп отырдық деп менің ойымша айтқаннан гөрі жалпы жұмыстың сапасына келетін болсақ, біз 10 жылда жасалмаған жұмысты осы 2 жылда жасауға, оның ішінде қаңтар оқиғасынан бері қарай жалпы мына халықтың әлеуметтік жағдайына қатысты, сонымен қатар әл ауқатын көтеруге байланысты, құқықтық тұрғыда олардың құқықтарының толыққанды қорғалуына байланысты, конституциялық соттың жасақталуына байланысты кәдімгідей атсалыстық. Тараған мәжіліс көптеген енді халықтың көкейіндегі заңдарды қабылдады. Жаңағы бірінші президент туралы заң бар, тағы басқа. Сондықтан да мына жаңадан келе жатқан мәжіліске менің ойымша кейбір депутаттар қайтып келу керек деп есептеймін өз басым. Себебі 100% бәрін ауыстырып тастап, жаңадан 100% адамдар келіп, барлығы тамаша болып кетеді дегенге мен өз басым қарсымын. Себебі мына тараған мәжілістің ішінде кәдімгідей белсенді халықтың сөзін сөйлеген, мұң мұқтажын түсінетін депутаттар болды.